кейде өкінішке орай болып қалады, анада өзінің сүті шықпағандықтан жасанды түрде тамақтандыруға тура келіп жатады. Енді болып жатады, өкінішке орай. Осы кезде де егер баланың қарны ашса, ол сол шыныға, сүті бар, тамағы бар шыныға назар аударады, сол шыныға қарай ұмтылады, сол шыныны қалайда сол шыныға қол жеткізуге тырысып жатады. Ал көңіл күйі болмаса, мазасызданса, қорықса, анасынан жылулық жетпесе, тағысын тағы, ол кезде бала тамағы бар шыныға ұмтылмайды. Бала пустышка, яғни тек қана бос емізікке ұмтылады. Яғни аштық болатын болса шынысы бар, тамағы бар шыныға, ал егер мазасызданып тұрса, егер көңіл күйі болмай тұрса, егер анадан жылулық көрмей тұрса, онда ол емізікке қарай ұмтылып жатады. Содан-ақ көп нәрсені байқауға болады. Сондықтан, құрметті аналар, осындай майда деп айтамыз ба, майда детальдарға назар аударып білсеңіздер, баланың тілін түсініп білсеңіздер, баламен араңыздағы махаббат беки береді, балаңызбен араңыздағы махаббат тек қана ұлғая береді.